Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайындағы өте дәмді кеспе жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, жарты кесе, жарты пиала су қосамыз. Осылай жақсылап вилкамен араластырып аласыздар. Онан соң ұнды елегіштен өткізіп, осылай ұнды қосамыз. Ұнды керегінше аласыздар. Қамыр қаттылау қылып қамыр елейміз. Әбден иі қанғанша жақсылап илеп аламыз. Иін қандырып, қайта жақсылап иін қанғанша илеп аламыз. Бұл қамырды 1 сағаттай бетін жауып 1 сағаттай қоямыз. 1 сағат өткен соң тестамызды жұқалап жайып, міне 1 сағаттан кейін уже тестаны жаямыз. Жұп-жұқа етіп тестаны жайып аламыз. Жайып алған соң астына орамал қойып, аздап кептіріп, бұл тестаны 15-20 минуттай кептіріп аласыздар. Астына міндетті түрде орамал қойыңыздар, әйтпесе суланып қалуы мүмкін. Аздап құрғаса болды, аса қатты кептірудің қажеті жоқ, қытырлап қалады әйтпесе. Аздап кепсе, осылай міне өз қалауларыңызша өздеріңізге ыңғайлы етіп, кеспені кеспе қылтып, осылай тура кесесіздер. Өз қалауыңызша ең бастысы бұл теста езілмейді, магазиндікмен бірдей өте дәмді болады. Жасап көріңіздер.